Алматыдағы Алатау технопаркінде Қазақстанның инновациялық дамуы, мүмкіндіктер мен кедергілер деген тақырыпта дөңгелек үстел өтті. Оған бірқатар облыстық өнеркәсіп және кәсіпкерлік басқармалардың инновациялық орталықтар, бизнес пен ғылым саласының өкілдері қатысты. Іс-шараны болашақ қауымдастығы мен Алатау технопаркі ұйымдастырды. Инновациялық даму кез келген мемлекеттің экономикалық саясатының маңызды бағыты саналады. Қазақстанда бұл салаға әсіресе инновациялық жобаларды коммерцияландыруға ерекше көңіл бөлініп отыр. Арнайы гранттың 9 түрі қарастырылған. Биыл үкімет өнеркәсіптік зерттеуге, озық технологияларды алуға, шетелде патенттеуге, модернизациялау мен білікті мамандарды тартуға 3,5 миллиард теңге бөлген. Грант бөлінбес бұрын ұсынылған әрбір жоба арнайы сараптамадан өтеді. Ал игерілмеген қаржы бұрынғыдай бюджетке қайтарылмайды. Өйткені инновациялық жобалар кез келген уақытта пайда болса, оны жүзеге асыру үшін шұғыл ақша керек. Уақыт созбас үшін артық қаражат технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі акционерлік қоғамының арнайы есеп шотында тұрады. Дөңгелек үстел отырысына қатысушылардың пікірінше, Қазақстанның инновациялық даму үшін қажетті шикізат қорының барлығы бар. Ең бастысы ғылым мен өндіріс арасындағы байланысты күшейту дейді техноболашақ жобасын қолға алған жастар. Осы міндетті жүзеге асыру үшін 2 айдан бері 3w.tbrk.kz ұлттық порталы жұмыс істеуде. Өзіміздің сайтымызда жоғарғы оқу орындары мен өнеркәсіптердің арасындағы байланысты нығайту. Сол жерде студенттер өз проектілерін шығарып көрсетуге болады. Жұмысшы жұмыс берушіні іздемейді. Жұмыс беруші осы біздің порталдан өзіне қажетті мамандарды таңдап алуға мүмкіндік алады. Инновациялық іс-әрекеттерді қолдаудың бізде айтып отырмын ғой, 2 тетігі бар, иә? 2 тетіктер тобы бар. Біріншісі сол қаржыландыру, екіншісі сервистік көмек көрсету, қызмет көрсету. Ол бірінші, яғни қаржыландыруда ол негізінен жаңағы жобалық компаниялар құрылады. Сосын жаңағы кәдімгідей өндіріс орындары салынады. Тағы да бір қаржыландыру тетігі ол венчурлық қаржыландыру.